Әлемдегі сіз білмейтін құпиялар, тың деректер мен қызықты ақпарат ғаламатта Арай Райспен. Ғылым мен технология бұрынғы кезде қазіргіге қарағанда дамымаған деген болжам бар. Алайда орта ғасырдың кезінде ғылым мен технология қазіргіге қарағанда әлде қайда дамыған. Тіпті ғалымдардың болжамы бойынша мистикалық өркениеттің де қатысы бар деген болжам бар. Дәл солай ма, бүгінгі шығарылымда білетін боламыз. Кубок Ликурга. Римдік чаша, яғни римдік кесе тәріздес ыдыс. 1600 жылдан бастап британдық мұражайда сақталып келеді. Оның Ликурга деп аталу себебі фракция патшасы Ликургтың бейнесі бейнеленген құтты чаша ерекше болып табылады. Себебі оның сол жағынан сіз жарық түсіретін болсаңыз жасыл түске, ал оң жағынан жарық түсіретін болсаңыз қызыл түске ауысатын болған. Сонымен қатар ыдыстың ішіне су құйсаңыз, оның суықтығынан, ыстығынан, температурасына байланысты өзгеріске түсіп отырған. Ғалымдар көптеген жылдар бойы, әсіресе ұлыбритандықтар, бұның жауабын табуға тырысты. Орта ғасырда мұндай ыдыстың пайда болуында қандай себеп болды және ол кездегі ғалымдардың нанотехнологияны қалай пайдаланды деген күмәнмен, күдікпен бір сұрақтар туындайды. Ғалымдар зерттей келе отыра, шын мәнісінде ол кезде нанотехнологияны ғалымдар қазіргіден де тереңірек меңгерген деген шешімге келеді. Яғни чашаның ішіне ұсақ күміс пен алтынды металдарды ұсақтап, оларды араластыру арқылы қандай да бір температураның күшінен сондай бір ерекшеліктер, өзгерістер алынған деп есептеледі. Солардың арқасында рентген, жаңағы сенсор сияқты көптеген қазіргі кездегі пайдаланып жүрген көптеген технологиялардың дамуына осы Ликург чашасы себеп болған. Себебі ұлыбритандықтар өздерінің мұражайындағы затты қолға түсіргеннен кейін оны түбегейлі зерттеп шықты. Мальтадағы жұмбақ жер асты. 20 ғасырда құрылысшылар құрылыс кезінде бір белгісіз бір нысанға тап болады. Ол жерде ол басында ғибадатхана ма, әлде бір медресе ме, түсініксіз бір қорым табады. Құрылысшылар оны басында ол қорымға ешқандай мән бермей, қоқысты төгетін әдетте бір свалка тәріздес қорымға, яғни свалка төгетін жерге айналдырып жіберген. Кейін археологтардың бірі осыны көріп қалып жаңалық ашады, яғни House of Leyne of House Leyne атты атаумен танылған бұл Мальтадағы қорым ерекше болады. Онда ғибадатханалар, шахмат тәріздес қабырғаларындағы ақ қара тақтайшалар, түрлі ішіндегі заттар, тастары, ғибадатханадағы заттар, түрлі ыдыстар, қыштар, мойыншақтар секілді археологтармен табылған заттардың барлығы сол кездегі Мальта тұрғындарының өнерін, яғни мәдениетін ғалымдарға ашуға көптеген мүмкіндік береді. 1985 жылы ол жерде бір ерекше бас табылады, яғни әдеттегі басқа қарағанда бас сүйегі үлкендеу, созыңқы, яғни адам басына ұқсамайтын мистикалық тылсым дүниеге ұқсайтын, яғни инопланетянның басына іспеттес бас табылады. Ол бас сүйекті олар 1985 жылы сол мұражайға қояды, бірақ халық арасында ол дау туғызады. Яғни бірі инопланетяндықтар бар деп жақтайтын болса, бірі бұл құбыжық тәріздес адамды қойып, сендер адамды қорладыңдар, яғни инопланетяндар жоқ деген шу туып бөліне бастайтын болады. Сондықтан да оны бірден мұражайдан алып тастайды. Арнайы зерттеушілерге немесе өнертапқыштарға керек жағдайда ғана жазылу арқылы ол бас сүйекті көруге мүмкіндік бар. Мальта сияқты бас сүйек көптеген планетаның жерінде әрбір жерде табылған, бірақ аномалиялық тұрғыда дәл сондай кейіпте өзгерген бас сүйек табылмаған. Себебі көп жерде бұрынғы заманда арнайы басты деформацияға ұшыраған тайпалар болған. Қалай дейсіз ғой? Олардың пайымдауы бойынша әдемі және көрнекті бастың образы деп есептеген. Бала өсіп келе жатқан кезде, енді ғана дамып жетіліп келе жатқан кезде оның бас сүйегін, яғни қатты матамен таңып тастаған. Сол матаны таңу арқылы бас өскен кезде жоғары жаққа қарай деформацияланып өседі. Яғни сол деформацияның арқасында баланың басы шошақтау, яғни жоғары қарай шығыңқы. Сол кездегі тайпалардың ішінде ол эстетикалық өте әдемі бас сүйек деп есептелген. Бірақ Мальтада табылған бас сүйек бұл деформациямен аурудың түріне, басқа да өзгеріске ұқсамайды. Ол формасынан қарағанда әлі күнге дейін үлкен деп есептеледі. Соған қарағанда сол кезде инопланетяндар болды ау деген болжам жасайды. Сіз мистикаға және инопланетяндарға сенесіздер ме? Онда арнамызға жазылып комментарий қалдырып қайтыңыз. Мүмкін сізде де өзіңізде де қызықты дерек бар шығар. Ұшатын машиналар.
бір қарағанда ессіз ғажап болып естіледі, бірақ осы уақытқа дейін талай өнертапқыштар ұшатын машинаны ойлап тапты. Армандары айға жету, жерден басқа бөлек әлемді көру болып есептеледі. Леонардо да Винчи өнертапқыш суретші осыған дейін өзінің ұшатын машинасын ойлап тапқан. Алайда оған дейін үндістандықтар Винам атты машинаны ойлап табады. Винам атты машина ол ұшады, көкте де, жерде де жүреді, тіпті сүңгиді. Яғни кез келген уақытта жылдамдығын арттыра алады деген болжамдар бар. Үндістандық көне жазбаларға сүйенетін болсақ, тағы бір гипотеза бар, яғни Винамды үндістандар ойлап таппаған. Ол аспаннан белгісіз бір инопланетяндықтар мен белгісіз бір тылсым дүниеден келген машина болып қалады. Бірақ ол машина сол уақытта болды ма, әлде шын мәнісінде ол гипотеза болып қалды ма, әлі күнге дейін белгісіз. Бүгін біз орта ғасырдағы ғылым мен технологияның қазіргі замандағындай керемет дамуы, нанотехнологиялар, белгісіз объектілер мен көптеген өнертапқыштардың жобаларын талдадық. Ерекше арнадағы ерекше ақпарат. Арай Райыспен.